Алдыңғы видеода айтқанымыздай, мына гидті оқу үшін сіздің қандай да бір тәжірибеңіз бұрыннан бар болу керек. Қандай тәжірибе? Енді осы разработчик ретінде, егер фронтеншік болған болсаңыз, HTML, CSS, JavaScriptті сіз қарап көрдіңіз, негізгі білімін алдыңыз, сайт құрып көрдіңіз, сайт құрғанда да енді өте бір қарапайым емес, енді сәл-пәл кем дегенде кнопкалар қойып, сол кнопканы басқанда бір функция шақырылу керек, мысалға хотя бы андай алерт шығу керек деген сияқты. Сондай бір тәжірибеңіз бар, өзіңіз бір қызыққан бір-екі проект жасап көрдіңіз, қысқа, мүмкін серверге запрос жіберіп қабылдап дегендей сондай бір операцияларды жасап, уже сізде бір қателер пайда болып, соны шешіп көрдіңіз, қатені шешу барысында жан-жақтан іздендіңіз, телеграм чаттарда программистер отыратын чаттарға сұрақ қойып көрдіңіз. Әйтеуір уже сізде движение бастап кеткен болу керек қой. Сондай бір тәжірибеңіз бар болған болса, гидті оқуға сізге рұқсат деп айтсам болады. Ал егер де мүлдем ондай опытыңыз жоқ, бірден келіп гидті ашып қарап атқан болсаңыз, қатты қиналып қалуыңыз мүмкін. Программирование туралы теріс әсер алып қалуыңыз мүмкін, теріс пікіріңіз туып қалуы мүмкін. Сол себепті бірінші қарайтын нәрсеңіз гид болмау керек. Тәжірибесі бар адам деп қарастырамыз сізді. Сонымен әрі қарай әңгімені жалғастырамын. Ал егер тәжірибеңіз жоқ болған болса, осы жерден тоқтай сап, сол өзіңізге керекті ең негізгі деген білімдерді алуға қайтқаныңыз дұрыс. Жақсы. Енді кез келген нәрсені оқымастан бұрын оны өзектілігін қараймыз ғой. Ол қажет нәрсе ме, қажет емес па деп. Енді программистерге бір жақсы жері жұмыс беретін сайттарға ключевой кілт сөздерді енгізіп тексеріп көрсе болады. Мысалға HeadHunterға гид деп жазсаңыз, мына жерден байқайсыз, қандай айлық беріп жатыр және қандай талаптар қойып жатыр деп. Қанша? 251 вакансия ашық тұр дейді, дәл қазір Қазақстан бойынша. Демек, сұраныста өте бар нәрсе деген сөз. Жақсы, өзектілігі осы, өте қажет нәрсе. Егер все болды, опытым бар, қарауға дайынмын, кеттік ары қарай десеңіз, кіріспеміз осымен аяқталды. Ары қарай жайлап таза гидтің өзіне кірісіп бастаймыз.